Сәлем, сіздермен тағы да мен Арнұр. Бүгін бізде 4-ші сабағымыз. Алдында сторисқа идея және видео жасап үйреткен болсам, бүгін TikTok және Reelsқа идея және тағы да видео жасау қабілетімізді дамытатын боламыз. Ендеше кеттік. Алдыңғы жолғыда сәл басқаша болды сторисқа идеялар. Бұл жолы TikTok пен Reelsқа идея іздеудің бір жолы бар. Ол өте керемет, өтімді жол. Ол дегеніміз біздің TikTokқа кіреміз и видеоларды листать етіп отырып, TikToktың өзінен идея тауып алуымыз керек. Дәл осылай қарап отырып өзімізге керекті идеяны тауып аламыз. Енді мен сіздермен қазір бүкіл идея тапқанша отырмайын. Мен өз мысалымда сіздерге бір керемет мысал көрсетемін. Мынау Арнұр Разбай деген менің өзімнің личный TikTok аккаунтым. Мен TikTokта бармын. Қарап отырғандарыңызды менде 4 миллион просмотр бар, ең көп жинаған. Енді қазір мен сіздерге бұны көрсетемін. Қараңыздар, бірге қарайық. Бір кісі бақа шығарып жатыр қолын. Қайттан көріңіздер. Бір кісі қолын бақа шығарып жатыр. Кішкентай кезімізде болатын еді. И мен соны тұрамын да тупо қайталаймын. Қараңыздар. Менен де шығады. И мен қорқып кетіп, өтірік қорқып негізі. Адамдар қызық болсын деп сөйтіп, өйстіп, 4 миллион просмотр жинап аламын ғой мен. И мынаны қараңыздар, 2 миллиондықты көрейік. Бұда да тоже қайталаймын. Бүйтіп шығарды. Мен тексеріп көрейік деймін да, и оны аламын. Үйтіп, Алиэкспресстен заказ бердім, бүйтем де. Тоже, парашняк, өтірік дұрыс ашылмай қалып, бір нәрсе болып, сөйтіп тоже 2 миллион просмотр жинап аламын. Дәл солай сіздерде де өйстіп листать етіп, мен бұларды тоже листать етіп қарап отырып тауып алған болатын. Бұндай идеяларды өйстіп қайталай салдым и просмотр жиналды. Маған 54 мыңдай подписчик алып келді. Сіздерде дәл осылай жасап, идеяны TikToктан немесе Reels'тан қарап отырып тауып алып жасайсыздар. Енді білесіздер, TikTokта көбінесе ән хит болады және сол әнге байланысты би хит болады. Соған байланысты қазіргі уақытта Jiggle деген ән мен оның биі хит. Соған біз бүгін видео жасап көрейік. Мен сіздерге алдыңғы сабақта бір балдарға TikTok түсіріп жатырмын деп айтқан болатынмын. Сол видеолар менде қазір тұр. Мінекей біз балдарды сол Jiggle әніне билеттік. Бұл биылға түскен балдар. Барлығы үшеуі де VN программасына кіреміз, өзіміздің VN. Тағы да плюсик батырмасын басамыз, новый проектке басамыз. Бұл жерде міне менде видеоларым дайын тұр. Маған керекті мына 2 видео. Біз бұларды түсіріп алғанбыз алдын ала. Мінекей балалар билейді өлеңге. Өлең әлі қосылмаған, бірақ бұны біз сырттан соткамен қосып тұрық деген сияқты. Сосын екіншісі. И сіздерде TikTokта бір видео жасағанда белгілі бір мақсат болу керек. Не үшін бұл не түсіндіріп жатыр көрермендерге деген сияқты. Бұл жердегі біздің мақсатымыз, бұл оқушылар бізде биылға түскен, үшеуі де жақсы балмен биылға түскен. Бірақ бұл жерде біз бүкіл биылға түскен достық білім беру орталығының 6-шы сыныптарының биылға түскен бүкіл баланы көрсеткіміз келді. Бірақ енді әрине біз мысалға 503 бала түсін, 503 үшін біз бұл видеоға түсе алмаймыз ғой, бәрін жинап деген сияқты. Сондықтан да жоғарғы балл жинаған 3 баланы шақыртып, және де мына жерде осы 3 баланың атын жазып, және де мына жерде үшеу билет тұрған жерде біз толық көптеген бір 40-тай адамның атын жазамыз. И соңында барлығы 503 бала түсті деген сияқты келтіреміз. Оны қалай істейміз? Водяной көшет жасаймыз. Мен алдында сіздерге музыканы көрсеткен болатынмын, бірақ та бүгін текстпен жұмыс істейтін боламыз. Міне текстке плюсикті басамыз, текстте басамыз, міне шықты. Достық арқылы биылға түскен оқушылар. Яғни бұл видеомыздың тақырыбы осындай. Достық арқылы биылға түскен оқушылар. Яғни біз белгілі бір мақсатты көрсетейін деп тұрып, бұны апарып жоғары жаққа алып келеміз. Мінекей мына жерде центр табады. Вот центрді тапты. Үстінен басайық. Енді бұл бізде стиль дегенге кіреміз. Стиль деген кіргеннен кейін мына АА дегенге басып, шрифтін жасақ болады. Шрифт яғни өзгертсек болады. Так.
қазақ тілін қолдамайды екен мына шрифт. Мыналар уже платныйлар. Мынау дұрыс сияқты, иә? Бұны сәл үлкейтеміз. Ортаға қоямыз. Біздің видеомыздың басында осындай текст тұрады. Сосын өлең кеткеннен кейін жаңа текст қоямыз. Бұл текстке мына қыздың атын жазамыз. Қаныбек Айша. И қанша бала алды? 162 ұпай. Яғни бұл қыз 162 ұпаймен достық арқылы белға түскен деген сөз. Енді көрейік. Достық арқылы белға түскен оқушылар. Мінекей, Қаныбек Айша шықты. Мына жерде енді түсінікті уже, бұны қысқартамыз. Қаныбек Айшаны новый текст қоямыз. И мына баланың атын жазамыз уже. Белғожа Ерасыл. Барлығы бірдей болу үшін 192 ұпай. Бұл бала Ерасыл бізде 192 ұпаймен түскен екен. Бұны Айшаның текстімен бірдей қылып қоямыз. И Айшаның тексті өшу керек уже. Мына жерде екі қолмен созып үлкейте аласыздар. Айшаның текст үстіге шығып кетті, оны азайтамыз. Белғожаны жақындатамыз. Ерасыл жақындатамыз. Айша кетті, Белғожа Ерасыл 192 ұпай деп шықты. Белғожа Ерасыл кеткен кезде бірден бұл бізде Мұстафа. Новый текст қоямыз. Текст. Баходиров Мұстафа. И оның балы 195 ұпай. Мінекей. Баходиров Мұстафа. Бұны да Ерасылдың текстінің қасына алып келеміз. Үлкейтеміз. Мінекей, Ерасыл кетті, Баходиров Мұстафа 195 ұпай. You know that. Мінекей, Белғожа Ерасыл кетті, Баходиров Мұстафа 195 ұпай. You know деген жерден тұрып қалады. Мына жерде разделитті басып, қырып тастап алып тастаймыз. Бұл бөлік керек емес. Мына жерде. И мына үшеуі тұрған бөлікте мен қазір тез арада көптеген оқушылардың, яғни список алдым. Завуч ағайымыздан қанша оқушы түсті, соны толық осы жерге қойып шығам. Толық болғанда енді 503 бала түскен екен. Соның мен примерно 20 шақтысын или 40 шақтысын қазір қойып шығам. Одан кейін қойып шыққаннан кейін соңғы жағында барлығы 503 бала деп жазатын болам. Енді қараймыз. Мына жерде Айша әп-әдемі тұр. Бірінші қыз әдемі тұр. Одан кейін Айша өткеннен кейін уже Ерасылда пространство көп. Яғни төбе жағында пространство көп. Ондай болмау үшін Айша кетіп баратқан жақтан қырқамыз, разделитті басып, и Ерасылдікін сәл жақындатамыз. Міне, видеоның үстіне басам, қолмен жақындатқан көрдіңіздер ме? Вот так, Ерасылдікін жақындатып аламын. Қараңыздар, уже қандай әдемі. Кетті, діх. Өте әдемі. Мұстафаға да дәл осы келіп тұр. Жыпыл. Опа, Мұстафаныкінде сәл бұру кереккен. Міне, Ерасыл кетті, Мұстафа келе жатты. Вот осы жерден уже разделитасы бөлем. Triple, you know. Вот, істейміз, мына бізде орын бар. Мінекей, жылжытамыз. Хоп, енді басынан бастап көрейік. Так, мына жерде бізде резкий болып қалды. Бұнда қатты резкий керек емес. Ортаға қойық. Жоқ.
қатты әдемі болмады бұл жері. Мынау екі стрелканы көріп тұрсыздар ғой, сол егер қате жіберіп қойсаңыздар артқа басып қателеріңізді жөндесеңіздер болады, немесе қате емес болатын болса алдыға басып қайттан бұрынғы жасағандарыңызды қайтарсаңыздар болады. Так, бұл жерде бізге керегі точка. Мына точка дегенді көріп тұрсыздар ғой. Жаңағы резкий переход болып кетті, ондай болмас үшін мына жерге мен точканы қоямын, яғни бұл жерде біз анимация береміз. Уже мына жерде менде ортаға келу керек видео. Бүйтіп ұстаймын, точканы басамын да ортаға алып келемін. Енді қараңыздар, мына точка мен мына точканы көріп тұрсыздар ғой, екеуінің ортасында мынандай анимация болады. Жаңағыдай переход болмайды, видео көрдіңіздер, өзі жылжыды ортаға. Дәл осындай. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Байқалмай видео өзі ортаға келді. Бағана Мұстафа шет өткізді, енді ортада тұр. Әрі қарай мен жаңағы 20 атты адамның атын қойып шықтым деп ойлаңыздар мына жерде. И соңында уже соңында барлығы 503 бала деп жазамыз деген сияқты. Все, сіздер мен барлық жаңағы текст, яғни оқушылардың атын жазып шықтым и өлеңді де қойдым. Сіздер өлеңді қоюды білесіздер, уже оны айтудың қажеті жоқ. Финальный видеоны көрейік. Мінекей, барлығын жазып шыққам, ерінбей. И соңында барлығы 502 оқушы достық арқылы белға түсті деген мағына бұл видеода. И тағы бір сіздерге бір фишка айтып кетейін. TikTokқа кіресіздер, jiggle деп жазасыздар. Жаңағы өлең тауып аласыздар. Jiggle, міне. TikTok, міне jiggle үстінен басайық. Қарасаңыздар, 6,5 миллион видео осы өлеңге түсірілген екен. Бұл өте жақсы. Сіздер өздеріңіз монтажда қойған видеомен жаңағы TikTokқа салып жүрмеңіздер олай. Бұл жерде атақты осындай музыкаларды использовать ету керек. Міне использовать этот звук деп тұр. Мінекей. И загрузить дегенге басып, жаңағы видеоны таңдаймын. Мына жерде добавить музыку деген тұр. Осы жерге біз jiggle деп жазамыз. Jiggle. Не үшін бұлай jiggle-ды монтажда тұрған музыкадан бөлек тағы да қосайын деп жатырық. Өйткені біз TikTokта атақты музыкаларды использовать етсек, оны адамдар көптеп көреді. Оригинал өзіміздің жаңағы монтаждағы музыкамен салғаннан көрі жаңағы 6,5 миллион адам түсірген, видео түсірген музыканы қойған, яғни владелец, яғни авторский правасы бар адамның музыкасын қойған көптеген просмотр әкелу мүмкіндігі өте көп. Мінекей, таңдаймыз. Таңдадым. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, екі музыка қатар кетіп жатыр. Біздің монтаждағы музыка және де біз қосқан TikToктан қосқан музыка қатар кетіп жатыр. Бұл жерде громкость дегенді басамыз, бұны реттеу үшін. Добавление музыка деген тұр. Яғни добавление музыка деген біз TikToктан қосқанымыз, ал оригинал звук деген біздің монтажда жасаған звугымыз. И бұл жерде біздің оригинал музыкамызды қалдырамыз, добавление музыка дегенді нөлге алып барамыз. Сол кезде біздің монтаждағы музыкамыз тұр, бірақ использованный дегенде қазір салам. Использованный дегенде міне салынды. Мінекей. Бірақ көріп тұрғандарыңызда мінекей использованный дегенде бізде бағанағы 6,5 миллион адам көрген музыка тұр. Дәл осылай сіздер TikTokты перехитрить етіп кетсеңіздер болады. Яғни осы қатарда 6,5 миллион адам түсірген қатарға біздің видеомыз түседі. Бұл жерде көрген адамдар біздің видеомызды көріп қалу мүмкіншілігі бар. Яғни просмотрды осылай көбейтіп алсаңыздар болады. Мінекей салу, монтаж, идея барлығы оңай екенін түсіндіңіздер. Яғни TikToктың өзінен, Reels'тің өзінен идеяны іздейсіздер. Және монтаж вообще easy мына жерде. Бірақ бір қиыншылық бар, ол түсірілім кезі. Түсірілім кезінде TikTok деп не істей ойларыңыз мүмкін, оңай ғой деген сияқты, бірақ TikToктың түсірілуі өте қиын.
балаларды бирету, оларды сөйлету, қимылдату өте қатты қиын болады. Осы TikTok-та рилс түсірген кезде сіздерде сол съемка кезінде қиындық туады деп ойлаймын. Бұлардан ал қалған идеядан, монтажда мен жаңа ғана көрсеттім, бұлардан қиындық туындамайды. Иә, сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деген ойдамын. Біздің курсымыздың келесі сабағын көру үшін мына тұрған видеоға басып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.